Армысыздар, алау арнасында жаңалықтар ақпараттық қызметі, студияда Аслан Ермекбай, алдымен аңдатпа. Ажырасу көбейді, жауапкершілік азайт. Былтыр 122 мың жұп шаңырақ көтерсе, оның тең жартысы некесін бұзған. Яғни елдегі әр екінші отбасы ажырасады. Сұмдық статистиканы Әділет министрі үкімет сағатында айтты. Алименттен өндірілген ақшаны қалтасына басқан елімізде жеке сот орындаушыларына шағым көбейіп отыр. Бұны парламент қабырғасында Әділет министрі Ерлан Сәрсенбаев мәлімдеді. Тақырыпты толығырақ мен Дәуіт Байғоныс бүгінгі шығарымда айтып беремін. Өрт қауіпті кезегінің басталуына байланысты төтенше жағдай басқармасы мамандары бақылау және алдын алу жұмыстарын күшейтті. Әсіресе саяжай аудандарында қадағалау жүргізілуде. Сәлден соң толығырақ. Ажырасу көбейді, жауапкершілік азайды. Былтыр 122 мың жұп шаңырақ көтерсе, оның тең жартысы некесін бұзған. Яғни елдегі әр екінші отбасы ажырасады. Сұмдық статистиканы Әділет министрі үкімет отырысында айтты. Министрдің сөзінше, отау бұзған жұптардың арасында алимент төлемей жалтарып жүргендер де жетеді. Ажырасудың негізгі себептері қандай? Балалардың алдындағы міндетін орындамай жүргендердің саны қанша? Тілшіміз тарқатады. Үкімет сағатында Әділет министрі Ерлан Сәрсенбаев ажырасу санының азаймай тұрғанын айтты. Статистика елдегі әр екінші некенің бұзылып жатқанын көрсетеді. Мәселен, былтыр 122 мың жұп шаңырақ көтерсе, оның тең жартысы некесін бұзған. Министрдің сөзінше, екі жаққа кеткендердің арасында балаларына алимент төлемей жүргендер жетеді. 83 мың құжат болды. Оның 12 мың 835 немесе 4% проблемалы болып табылады. Және олар бойынша алимент төленбейді. Балалардың алдында міндетті орындамай жүргендер әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Алайда бұл алимент мәселесін толығымен шешпейді, дейді министр. 24 жылдың қорытындысы бойынша бізде 61 борышкер қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Оның 139 қылмыстық кодексінің бабы бойынша. Және де бізде 524 борышкер әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бүгінгі таңда бізде алимент өндіру бойынша атқарушы құжаттардың 18 мың атқарушы құжат орындауда бар бізде. Оның ішінде бізде 3 мыңға жуық атқарушы құжат проблема. Алимент төлеуден жалтару отбасылық неке қатынастары дағдарысының салдары, сондықтан отбасы институтын нығайту бойынша жұмыс жасау қажет. Шаңырақтың шайқалуының себебі көп. Ол отбасыда орын алған зорлық-зомбылық, ішімдікпен нашақорлық. Ал соңғы жылдары қарызға белшесінен бату да екі жаққа кетудің себебіне айналды. Соңғы кезде көбісіне бір-бірімен сөйлесе алмайды, татуласа алмайды, ішкі отбасылық жағы проблеманы шешпей, өздерінің жеке басының шаруасын басшылыққа алады да, ер адам болсын, әйел адам болсын, балдардың кәмелеттік жасқа толмаған балдардың жағдайын ойламай соған байланыста ажырасып жатқан. Несібелі Басенова ажырасу бойынша мемлекеттік баж салығын ұлғайту керек дейді. Бұл қадам отбасын сақтаудың бір тетігі болады. Әрі некеннің жауапкершілігі бар екенін еске салады. Осылайша әр жұп арыз бермес бұрын бір сат ойланып, салмақпен шешім қабылдайды. Сергей Лукашин, Қарагөз Мақатова, Алау. Алименттен өндірген ақшаны қалтасына басқан елімізде жеке сот орындаушыларына шағым көбейіп отыр. Бұна парламент қабырғасында Әділет министрі Ерлан Сәрсенбаев мәлімдеді. Борышкерлердің мүлкін тәркілеп, шоттарына құлып салатындар тым өктемшіл болып барады дейді министр. Бірақ оларда сабасына түсіріп, лайықта жазаға тартатын заң әзірге жоқ. Тек лицензиясынан айыру қарастырылған. Сот орындаушылар ақшаны көп, пайдасы мол істерді таңдап алатын көрінеді. Ал әлеуметке маңызы бар құжаттарға көңіл бөлмейді екен. Саладағы заңсыздық қалай тыйылады? Мәселені әріптесін Дәуіт Байғоныс талдап көрді. Жеке сот орындаушыларының жұмысы соңғы уақытта жиі сынға ұшырап жүр. Арыз шағымның екесе артқанын Әділет министрі Ерлан Сәрсенбаев парламент қабырғасында мәлімдеді. Статистиканың қарқынды өсуіне көп нәрсе ықпал етуде. Мәселен, мәжіліс депутаты Снежана Имашева сот орындаушылар ақшасы көп, пайдалы мол істерді ғана таңдайтынын айтады. Ал әлеуметке маңызы бар көп істер шетте қалуда. Бұрынғыдай азаматтар сот орындаушылармен тиісті кері байланыс орната алмай жүр. Сот орындаушылары мен олардың көмекшілері әдепсіз мінез құлық танытып, дөрекілікке жол беріп, атқарушылық іс жүргізу бойынша ақпарат бермей, өндіріп алушылар мен борышкерлердің телефонын алмай, осындай әрекеттер әлі де жалғастырылуда. Аталмыш мәселе біздің өңірде де өзекті. Өткен жылдың 12 айында сот орындаушыларының жұмысына 3200-ге жуық шағым келіп түскен. Ал биылдың өзінде 700-ге жуық арыз Әділет департаментінде жатыр. Айта кетейік, көрсеткіш жылма-жыл едәуір артып келеді. Сот орындаушылардың тиісті шаралар қолданылып жатыр. 2004 жылы жеке сот орындаушылардың сот үкімі арқылы
3 сот орындаушы лицензиясынан айырылды. Тиісті және де бізде 2023 жылы да бізде тиісті дәрежеде жұмыстан жүрмегені үшін 3 сот орындаушы лицензиясынан айырылды. Көп жағдайда арызданушылар ашықтықпен іс жүргізу барысы туралы ақпараттың жоқтығына, мәжбүрлеу шараларының уақытылы алып тасталмағанына және мүлікті рұқсатсыз сатқан жеке сот орындаушыларына шағым келтіреді. Бірақ арыз түрлері бұнымен шектелмейді. Мәселен, өткен жылы облыста 2 сот орындаушы борышкерлерден өндіріп отырған ақшаны өз қалталарына басқан. Пара исков. Өткен жылы 2 сот орындаушының үстінен Әділет министрлігі шағым түсірді. Белгілі болғандай, олар алименттен өндіріліп алған қаражатты өздеріне қалдырып отырған. Яғни біреудің қаражатын қалтасына басқан. Нәтижесінде екеуі де лицензиядан айырылды. Ал сот орындаушылар тарабы шағымның көбейгеніне е-өтініш платформасының пайда болғаны әсер етті деп отыр. Себебі арызданушы әлемнің кез келген жерінен смартфон арқылы өз наразылығын бірнеше рет жібере алады. Ондай жағдайларда тіркелген. Қостанай облысы жеке сот орындаушылар алқасының төрағасы Қайрат Баймұханов шағымның басым бөлігі негізсіз екенін кесіп айтты. Дегенмен кінәсі дәлелденген сот орындаушылар бар екенін жасырмайды. Енді сот орындаушылардың бәрі берсек бір дейміз ғой, жеке сот орындаушының көбісі звондаған кезде телефон алмайтыны бар. Онымен біз күресіп жатырмыз. Біз өзіміздің палатамыздың ответчик болып қойғанбыз, жаңа борышкердің түскен ақшасын уақытша тұру. Соны жаңа талап арыз алушыға жіберген ортада жіберілмей қалады. Кейде сондай себептер бар енді. Онда десек, соны өзіміз ішімізден тауып, десек, сотқа беріп лицензия тоқтату. Оны осымен осы 2 жылдың ішінде 6 сот орындаушы тоқтаттық біз. Жеке сот орындаушыларының жұмысын қадағалап, ашықтықты қамтамасыз ету мақсатында Әділет министрлігі бүгінде тиісті ережелерді пысықтау үстінде. Жоспарда цифрлық көмекшіні енгізу бар. Жүйе сот орындаушының әрекетін тікелей бағалайды. Яғни арыз шағым түссе, уәкілетті орынға емес, сот орындаушыға тікелей барады. Олжас Есенжігітов, Евгений Шевченко, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы. Өрт қауіпті кезеңінің басталуына байланысты төтенше жағдай басқармасының мамандары бақылау және алдын алу жұмыстарын күшейтті. Әсіресе саяжай аудандарында қадағалау жүргізілуде. Қазіргі таңда мұндай аумақтарда қоқыс өртеуге және от жағуға тыйым салынған. Күн жылып, жер құрғағалы бері төтенше жағдай департаменті мамандарына тыным жоқ. Өйткені өрт қауіпті кезеңі басталып кетті. Мәселен, бүгін саяжай аумақтарына арнайы дрон ұшырып, барлау жүргізіп жүр. Бұл пилотсыз құрылғы арқылы заңсыз қоқыс өртеу, от жағу сияқты заң бұзушылықтар анықталады. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 336 бабы бойынша қандай да бір қоқыстарды, құрғақ қалдықтарды, ағаш бұтақтарын, шөптерді жағу фактілері анықталған болса, біздің қызметкерлермен әкімшілік хаттама толтырылады. Айыппұл 20 айлық есептік көрсеткіште. Естеріңізге сала кетейік, өрт қауіпті кезеңге байланысты қазір саяжай аймақтарында көшелерде қоқысты немесе шөп қалдықтарын өртеуге болмайды. Өйткені өрт қауіпсіздігі ережесіне сай өртеу процесі ғимараттардан 50 метр қашықтықта орындалуы тиіс. Ал үйлер тығыз орналасқан саяжайларда ондай ашық алаң жоқ. Мангал мен барбекюді қорғау өсімдіктері бар жерлерде ағаш шатырлардың астында, жанғыш материалдардан жасалған шатырлардың астында, азаматтардың дені саяжайларда кауап дайындауға құмар. Мамандар бұл уақытта да қажетті ережелерді сақтау керектігін ескертеді, әйтпесе айыппұл салынады. Егер қазір саяжайлар өте қазір жаз кезеңі келе жатыр, бәрі кауап дайындайды, қандай да бір тағамды дайындайды мангалға. Ең бастысы ол арақашықтық болу керек. Саяжайлар үйлерінен, қандай бір құрылыстардан монша болуы мүмкін, көлік автокөліктен кем дегенде 10 метр. Және де су болу керек. Көп мөлшерде. Ол әр саяжайларда мысалы 200 литрлік ыдыста, бөшке дейміз ғой енді. Сонда ол су болу керек, ол міндетті. Ал жаңағыдай мангал болған кезде неғұрлым енді көбірек су болған дұрыс. Мамандар бүгін арнайы дрон арқылы қоқыс өртеу фактілерін анықтау үшін рейд жүргізді, жадынама таратты. Бұл жұмыстардың барлығы өрттің алдын алу мақсатындағы шаралар. Өйткені саяжай аумақтарында биыл 20-ға жуық өрт фактісі тіркелген. Олардың 3-інде материалдық шығын келген. Бұдан бөлек 33-ке жуық әкімшілік хаттама толтырылды. Патрульдік көлікпен жолаушылар мінген минивэн соқтығыста. Алдын ала мәліметтерге сүйенсек, жол көлік оқиғасының туындауына полиция жүргізушісінің ережені бұзуы себеп болып отыр. Осы және жанармай құю станцияларының қызметкеріне қарақшылық шабуыл жасағанмен пышақ жарақатын алған студенттің жағдай туралы келесі сюжеттен көріңіз.
Қостанай қаласындағы оқу орындарының бірінде студент пышақ жарақатын алды. Полиция департаментінің мәліметінше оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды. Белгілі болғандай, полицияның кезекші бөліміне оқу орны студенттер арасында жанжал болғаны туралы хабарлама түскен. Тексеру барысында 18 жастағы студенттің аяғына пышақ сұққан анықталды. Күдікті ұсталды. Тараптар татуласып, қолданыстағы заңнамаға сәйкес қылмыстық іс тоқтатылды. Құқық қорғау өкілдері оқу орны мен білім басқармасына мұндай жағдайлардың алдын алу қажеттігін ескертеді. Қостанай облысында тонау жасалғаны үшін үкім шығарды. Облыстық соттың баспасөз қызметінің хабарлауынша, Әулиекөл аудандық сотында жергілікті тұрғынға қатысты қылмыстық іс қаралған. 5 қаңтарда ол масан күйде спорттық бас киімді киіп, бетін шарфпен жапқан күйі Әулиекөлдегі жанармай бекеттерінің біріне кірген. Қолында пышақ ұстап, кассирді қорқытып, ақша талап еткен. Қыз бала өмірі мен денсаулығына қауіп төнгенін сезіп, 33 мың теңгені қылмыскерге берген. Жәбірленуші айыбын толық мойындап, сотта кінәсін мойындады. Ол ешқандай талап тілектерін қоймады. Өйткені шығын толық өтелген. Сот ақырында қылмыскерге орта қауіпсіздік режиміндегі колонияда 3,5 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Үкім әлі заңды күшіне енген жоқ. Қостанай облысында полиция көлігімен жолаушылар минивэнінің қатысуымен жол көлік оқиғасы орын алды. Апат сәті автотіркеуішке түсіп қалған куәгерлер де бар. Облыстық полиция департаментінің хабарлауынша, атылған факті бойынша тексеру жүргізіліп жатыр. Ведомствоның ақпараты бойынша 22 сәуір күні сағат 18:30 шамасында облыстық маңызы бар Сарыкөл Қостанай автожолында Kia Sorento қызметтік көлігімен Toyota Estima минивэні қатысқан жол көлік оқиғасы болды. Алдын ала деректер бойынша полиция көлігінің жүргізушісі маневр қауіпсіздігін дұрыстап тексермей, кері бұрылыс жасаған. Соның салдарынан қарсы бағытта келе жатқан минивэн апатқа ұшыраған. Жол көлік оқиғасы нәтижесінде зардап шеккендер жоқ. Таза жағалау, таза су қоймалары республикалық акциясы Қостанай облысында да жалғасты. Түрлі сала мамандары мен студенттер акция барысында Тобыл өзенінің жағалауын тұрмыстық қалдықтардан тазартты. Қалдықтардың көбі халық көп демалатын аймақтардан жиналды. Кеше өзен бойын тазалау жұмыстары Садовый елді мекенінің жанында өтті. Бүгін Садовый ауылы маңындағы Тобыл өзенінің жағалауы тұрмыстық қалдықтардан тазартылды. Бұл елімізде жыл сайын өткізілетін таза жағалаулар, таза су қоймалары республикалық акциясының бір бөлігі. Табиғат жанашыры Ольга Мелихова экология мамандығында 3-ші курс оқиды. Бүгін достарымен келіп, Тобыл өзенінің жағасын тазартты. Өзен мен көлдің жағасы жазғы уақытта отбасымен демалуға өте қолайлы. Алайда қазіргі кезде Тобыл өзенінің жағасы тұрмыстық қалдықтарға толып кеткен. Мен бұл жерден ескі шөлмектер мен қағаз қалдықтарының көбейгенін байқадым. Қазір біз осының барлығын тазалап жатырмыз. Бұл қоқыстар балықтарға да зиян келтіреді. Себебі көп мөлшерде қоқыс судың ішінде жатыр. Шараға мұрындық болған Тобыл Торғай облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы мен Тобыл Торғай бассейндік инспекциясы. Сондай-ақ студенттер, түрлі сала мамандары, экология департаменті мен табиғатты қорғау ұйымдарының өкілдері қатысты. Барлығы 10 шақты ұйым жұмыла кіріскен тазалық шарасында қатысушылар қамыстың арасындағы бөтелке, полиэтилен, қағаз секілді қоқыстарды жинап арнайы көлікке тиеді. Жалпы осыға жоқ ерікті өзен маңын тазартуға атсалысты. Қала тұрғындарын және қала қонақтарына су айдынының жағалауына келіп демалған кезде тұрмыстық қоқысты ластамауға, су тіршілік көзі демекші, су объектілерін қорғауға және таза ұстауға шақырамыз. Тұрмыстық қалдықтар, әртүрлі шөлмектер, баклажкалар негізінен адамдардың демалуынан кейін немесе қолдануынан кейін қалған қоқыстар көп екенін байқадық. Сондай-ақ табиғи шөптер, ағаштар барлығын жинастырамыз қазір. Айта кету керек, бұл акция өңірде 1 ай көлемінде жалғасады. Тазалық жұмыстары ең алдымен елді мекендерге жақын халық көп демалатын аймақтарда жүргізілуде. Бүгін Амангелді су қоймасынан бастап Қостанай қаласына дейінгі 3-5 шақырымдық аумақта сенбілік ұйымдастырылып, тұрмыстық қалдықтардан тазартылды. Су және мұз жабылысын ластаған азаматтар әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 384 бабына сәйкес мұндай әрекет үшін 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл қарастырылған. Мәселен, былтыр осындай құқық бұзған 11 адам әкімшілік жауапқа тартылса, биылдың өзінде 2 адамға шара қолданған. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасып жатыр. Алдағы уақытта орталық жағажай, Махита демалыс аймағы мен КСК бағытындағы жағалаулар да тазартылатын болады. Ұйымдастырушылар бұл бастама табиғатқа жанашырлық танытатын кез келген адам үшін ашық екенін жеткізді.
Қостанайда автобуспен аялдамаларда Ұлы Отан соғысы батырларының портреттері пайда болды. Ардагерлердің бейнелері қоғамдық көліктерге және жеңістің 80 жылдығына орай еленген. Енді қала тұрғындары керекті жеріне жетіп қана қоймай, батыр бабаларымыздың өмірімен танысады. Автобустарға кімдердің суреттері қойылған? Сюжеттен көріңіз. Жеңістің 80 жылдығын тойлауға қала әкімдігі биыл біраз күш жұмсауда. Жоспарланған шаралар тізімі де көп. Олардың бірі ақпараттық сипатта жүргізіліп жатыр. Мәселен, қала автобустарына Ұлы Отан соғысы батырларының бейнелері ілінді. Басты мақсат қаһарман ардагерлерді ұлықтау болып саналады. Ұлы Отан соғысы қаһармандарының бейнелерін ілді. Олардың қатарында Бауыржан Момышұлы, Әлия Молдағұлова, Талғат Бигелдинов, Рахымжан Қошқарбаев сынды танымал тұлғалар бар. Сондай-ақ жерлес батырларымыздың суретінде жабыстырды. Ол Леонида Биді, Иван Павлов, КСР батыры Сұлтан Баймағамбетов, Илья Сиянов және Сейт Темірбаевтың бейнелері. Тарихи тұлғалардың портреттері 22 қоғамдық көлікке қойылды. Негізінен бұл нөмірі 2, 3, 13 және 25 орталық маршруттар. Біздің түсірілім топ автобустардың біріне мініп, қостанайлықтардың мұндай патриоттық акцияға көзқарасын білуді жөн көрді. Жақсы, өте жақсы екен. Басқа кімді қоямыз бірмерге. Мыңдауыр рахмат қойған бұлай. Жалғызбен Сұлтан Баймағамбетовіміз бар, Әлия Молдағұлова, мәншіктер бар. Бәріне қою керек. Жастар, балалар білсін кім екен. Кейбір балалар білмейді, тарихта дұрыс жазылмаған. Қазақтың несі көп тарихы жазылмаған. Хорошая идея. Жақсы идея, бірақ кеш жасалып жатқаны өкінішті. Мұны ертерек бастауға болатын еді. Мен бұл бастаманы толығымен қолдаймын, себебі бұл біздің тарих. Олар сұрапыл соғыста қан төккен, оларды жадымызда мәңгі сақтауымыз керек. Менің әкем де майданда болған, мен оны мақтан тұтам. Айта кетейік, мемориалдық плакаттардың әрқайсысында арнайы QR-код бар. Оны теру арқылы Ұлы Отан соғысы батырларының, оның ішінде қостанайлықтар туралы толық ақпарат бар. Ұлы Отан соғысы батырларының портретінің LED-экрандар мен жарнама құрылымдарынан да көруге болады. Мәселен, Абай мен тәуелсіздік қиылысында мерген Әлия Молдағұловаға арналған билборд орнатылды. Олег Сытник, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы. 23 сәуір елімізде алғаш рет ұлттық кітап күні ретінде аталып өтті. Тәлім мен тәрбиенің қайнар көзі саналатын кітап ұрпақтар сабақтастығының алтын көпірі. Сондықтан аса құнды жәдігерді дәріптеу мақсатында қалалық кітапханада жас ұрпаққа арналған іс-шара ұйымдастырылды. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Бүгін өңірде ұлттық кітап күніне орай түрлі мәдени ағартушылық әрі танымдық іс-шаралар легі бастау алды. Пушкин атындағы қалалық балалар кітапханасында балалар әдебиетіне арналған кітап көрмесі жұрт назарына ұсынылды. Атаулы мерекеде балалар ұлы қаламгерлердің туындыларын насихаттап, кітапқа деген құрмет көрсетті. Күндізбеде орын алған бұл күн кітаптың мәңгілік құндылық екенін ұлықтайды. Сегодня 23 апреля. Осы атаулы күнге орай Пушкин атындағы қалалық балалар кітапханасында әдеби танымдық іс-шара ұйымдастырылды. Зияткерлік ойындар, ашық пікірталастар мен әдеби кездесулер жас жеткіншектердің ой өрісін кеңейтіп, кітапқа деген қызығушылықтарын арттырды. Әсіресе қазіргі таңда кітап оқу сәнді ме деген тақырыбындағы пікірсайыс қатысушылардың қызу талқысына түсті. Бұл талқылауға қаланың әр мектебінен келген дебат клубтарының мүшелері мен оқушылар және арнайы шақырылған спикерлер қатысты. Ұйымдастырылған жиынның мақсаты мен бағыты кітап арқылы жас ұрпақтың дүние танымын, ой санасын кеңейту, оқырман қатарын көбейту еді. Мерекелік іс-шараға бастауыш пен орта буын оқушылары, колледж студенттері белсенді қатысты. Қатысушылар үшін бірнеше танымдық бағытта алаңдар жұмыс істеп, осы алаңдарда балалар өз білімдері мен шығармашылық қабілеттерін көрсете білді. Кітап оқуға құмар жандардың бірі Олжан Ерменбай бұл бас қосудан алған әсерімен бөлісіп, кітаптың мәні мен маңызын тілге тірек етті. Қазір біз осы сыныптастармен бірге интеллектуалды ойын ойнап жатырмыз. Анда кітаптар жайлы сұрақтар болып жатыр. Және де тарихи тұлғалар, мысалы Абай Құнанбайұлы, Ыбырай Алтынсарин және де тағы басқалар. Бұл өте ұнайды, және де мен ойымша бүгінгі күн естелік және де ерекше болып қалады. Себебі мен өзім кітаптарды қатты жақсы көремін, және де бос уақытымда осы кітаптарды оқумен бос уақытында кітаппен оқуды арнаймын. Баланың үлкен өмірге бастар даңғыл жолы кітаптың бетін ашудан басталады. Сананы серпілтіп, ойды тербететін құндылық та кітап. Осы орайда биыл ұлттық кітап күніне арнап елімізде кітап апталығы бастау алды. Апталық аясында кітапханаларда тағылымға толы кездесулер мен мазмұнды жиындар ұйымдастырылады. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар осымен тәмам. Студияда болған Аслан Ермекбай, ел аманда, жұрт тұрмыста жолыққанша аман сау болыңыздар.